Сонда 20-шы жылдарда екінші кітап шыққанда Тәңір жауынгері. Сонда сол жұлдыз туралы көп сұрақтар болды. Оған мектепке барып, сонда көкілде 20-шы жылда 25 жыл болды оның. Бірақ мынау коронавирустың арқасында шықпай қалдық, үйден бәріміз шықпай қалдық. Сөйтіп, мен бара алмай, олардың сұрақтарына жауап бере алмай қалдым, бірақ қазір пайдаланып, олардың сұрақтарын жауап берейін. Олар былай қойды. Сонда сандуғаштың пайдаланған 6-шы деңгейдің оты, жақұт оты. Ақсарбаздың пайдаланғаны ол жасыл от. Ол енді ешқашан да мүмкін шықпайтын да шығар әлемге. Жақұт отының күші жерде ондай өлшем жоқ оның қандай екенін. Көлденең дүниеге тарайды ол. Сол оның себебі. Ал бірінші деңгейді тіл тигіздім ол жақта. Вулкандарының оты деген. Ол бірінші деңгей. Нағыз, төменгі от. Нағыз төменгі от. Екінші деңгей біздің отымыз. Пайдаланатын. Пеште, газда, машинеде жанатын. Ол үшінші деңгейде ол электрдің оты. Сварка дуга біздің пайдаланатын. Сварка болмаса ғимаратта болмайтын еді, самолеттерде болмайтын еді, кемелерде болмайтын еді, Марстағы жүрген аппараты болмайтын еді сварканың арқасында. Ол үшінші деңгейдің. Төртінші деңгейдің оты ол сәуленің оты. Күн сәулен біз күн сайын пайдаланамыз. Біздің қолға үйреткен ол лазердің оты. Онымен жақ жіберуге де болады, тез жіберуге де болады. Төртінші деңгейдің оты ма? Иә, төртінші деңгейдің оты сол. Ол сәуленің оты. Одан да биік, нәзік от. Ал бесінші деңгейдің оты ол атом оты. Атом жарылуы. Оның себебі, оның екі деңгейі, ол көлденең дүниеге әсер етеді оның. Сонда мына Хиросима мен Нагасакидің кесірінен о дүниеге де зиян болды, иә? Зиян болды, қиын зиян. О жерде де қиын зиян болды, о жерде үлкен не болды. Иә. Соның себебі атом қару жарағы келген демондарға, оның көлденең жүретін жерлеріне тиеді атом қару жарағы. Содан олар шошиды. Шошиды, қашады, бағынады. Ал 6-шы деңгейдің оты, ол жақұт оты, оның сандуғаштың пайдаланатын оты. Оның әлі ол көрсеткен жоқ қандай. Көрсетсе, әбден енді мүмкіншілік келгенде, қиналғанда, ол от шығаратын отты. Оны жай демонға қарсы шығару болады. Оның вулкандарының оты бар, сәуленің оттары бар, бәрінден пайдаланады ғой, оның бәрінің қолында. Ал жақұт оты ол бір-ақ рет шығарса, бір-ақ рет шығарады оны. Жерді қорғауға, әлемді қорғауға. Вот енді сол, енді менің міндетімді құтылдым. Оқырмандар... Мына сізге сұрақ қоюға бола ма? Сіз дейтін ғарыш шайқасында қандай деңгейдегі отты қолдандыңыз? 7-ші деңгей. Жасы, иә, ол биік, одан биік от жоқ. 7-ші деңгей. Тәңірдің оты? Тәңірдің оты. Ол от енді әлемдердің пайда болмайтын шығар енді. Оған пайдалануға мүмкіншілік керек. Аға, мына мысалға сіз айттыңыз ғой, ғарыш құрушылары өркениетті өзгертуге келеді деп, иә? Мысалға біздің ішімізде Қазақтан шыққан 7 ғарыш құрушысын сіз айттыңыз. Сол әрқайсысы өзінің деңгейіне сай белгілі бір салада өзінің ізін қалдырды. Адамзаттың жаңағы рухани деңгейін көтерді. Яғни өз халқының. Ал енді 7-ші дәрежелі ғарыш құрушысының мүмкіндігін айтып өтіңізші. Ол мүмкіндіктері, мен ол мүмкіндігін күн сайын пайдаланып отырмын. Күн сайын. Ментал дүниесін толық. Мен уже 45 жылдай болды. Толтырып жатырмын. 6-шы сатының идеясымен. Соның арқасында қазір передача болды. Домбырашылар, жер әлем бәрі домбыраға енді қашық болыпты бәрі де. Бәрі сол домбыраны, біздің домбырашылар бәрі енді заказдар толып жатыр. Жұмыссыз, енді ешқашанда қалмаймыз дейді домбыраның арқасында. Қазақтың күйлерін зерттеп жатыр. Қазақтың енді бұйымдарына қазір енді киімдеріне үлкен көзқарас болып жатыр.
киіз үй жарайды енді қазір бәрі Европада тұр киіз үйлер нелерде демалыс жақта үйлерде орындарда. Енді біздің зергерліктер шығарған несі бәрі де дизайны басқаша екен, Европаға ұқсамайтын түкте. Оған да үлкен қазір сұраныс болып жатыр. Оның бәрі де қазақ елінің көтеріліп бара жатқаны, аяқ астынан көтеріліп жатыр. Ол аяқ астынан ешқандай ешкім көтерілмейді. Сонда менталдық энергияның дүниеге таңбалануы. Ол деңгей ешкімге берілмейді. Сенімді өзінің ғарыштың құрылысына беріледі ол деңгей. Ол деңгей мен ешқашан да өзіме пайда жасамаймын ол үшін. Ол деңгей мен пайдаланып көрген жоқпын. Өзім тұрмысымды көріп тұрсыңдар. Мен кейбір кішкене түкке жарамайтын жазушыларды қарап тұрмын, үйлерін, коттедждері тұр, тіпті, машинелері тұр. Ал менің бір жұмысым цивилизацияға, ғарышқа жұмыс істеу. Өзім қарағанда, енді мен өз жұмысымды дұрыстап істей жатырмын.